Саламатсыздармы? Мен номер 20 Штраусбург атындағы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Саттархан Амина. Бүгінгі біздің сіздерге ұсынып отырған ғылыми жобамыздың тақырыбы Эколайф – пластиксіз болашаққа бастайтын инновация. Орындаған оқушылар Саттархан Амина, Султанбек Милана. Біздің нақты проект теориямыз үшке бөлінеді. Ең бірінші бастапқы түсіндірме, маркетинг, нәтиже және қорытынды. Келесі. Атқарылған жұмыс қандай деген сұраққа жауап берейік. Бізде біріншісі бастапқы түсіндірме, полиэтилен пакеттер жайында. Полиэтилен пакеттерінің елімізге, жерімізге деген үлкен зиянын барлығымыз білеміз. Және де оны толығырақ түсіндіріп кететін Султанбек Милана. Қазіргі таңда бүкіл әлемде экологиялық мәдениеттің ішіндегі ең өзектісі пластик қалдықтарының көбеюі. Пластик қалдықтар, пакеттер адам өмірін жеңілдеткенімен табиғатқа үлкен зиянын тигізуде. Олар көптеген жылдар бойы шірімей жатып, жер мен суды улайды. Ал микропластиктер тіпті адам бойына да еніп жатыр. Біз мектеп оқушылары осы мәселеге бейжай қарай алмаймыз. Сол себепті біздің ғылыми жобамыздың мақсаты мектептегі оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, пластик қалдықтарды азайтып, табиғатқа деген өз үлесімізді қосу. Жарайсың, Милана бізге жаңа жобамыздың мақсатын айта кетті. Сол мақсатымызды тағы да қорытындылай кетейік. Біздің жобамыздың басты мақсаттарының бірі ол адамдарға экосөмкенің пайдасын жеткізіп, маркетинг арқылы халықтың қызығушылығын танытып, экосөмкені жастар мен ересектер арасында қазіргі тілмен айтқанда трендке айналдыру. Бұл жағынан нәтижеге келетін болсақ, бұл еліміздің экологиясына ғана емес, экономикасы мен жастардың табиғатқа деген қамқорлығын нығайтып, үлкен бір пайдасы деген тиетініне сенімдіміз. Еліміздегі осы қоқыс мәселесін шешудің бір жолын таптық, яғни біз осы мәселеге тоқтау қоятын шешім таптық. Ол экосөмке. Қазіргі тілмен айтқанда шопер. Экосөмке бұл бір рет қолданылатын, пластикке балама ретінде жасалған, қайта қолдануға арналған органикалық мақта, зығыр немесе қайта өңделген материалдардан жасалатын берік өнім. Бұл шопер. Шопер пакеттерінің орнына жасалынған сапалырақ өнім. Экосөмкені жарнамалау әдістері. Бізде басты миссияны жеткізу, жарнамада өнімнің сапасы емес, оның экологиялық миссиясын алдыңғы орынға қоямыз. Ол қоғамдық іс-шаралар, серіктестік және челлендж болып үшке бөлінеді. Әрқайсысын бір-бірден талдап кететін болсақ, қоғамдық іс-шаралар қалалық экологиялық акцияларға белсене қатысу және жаңа экосөмкелерді тегін тарату болып табылады. Серіктестік экологиялық жасыл кеңселермен әрекеттесу және TikTok, Instagram сияқты желілерде белсенділік таныту. Блогерлермен коллаб жасап, парақшаны дамыту. Сонымен қатар челлендж. Әлеуметтік желіде немесе тұрып жатқан қалаңызда экосөмкеге өз брендіңді салдып, онлайн немесе офлайн ойындар ұйымдастыру. Бұл әрбір экосөмкеге өзіңіздің брендіңізді, логотипін жабыстыра аласыз. Яғни, осы жерге жабыстыра отыра сіз экосөмкенің дамуын, еліміздің экономикасы мен экологиясын дамытасыз, сонымен қатарда өзіңіздің брендіңізді де дамытуға болады. Ал экономикаға келетін болсақ, егер тұтынушы аптасына 5 рет азық-түлік дүкеніне барып, әр жолы кем дегенде 2 пакеттен алса, орташа есеппен 50 теңге, ал жылына 36 мың теңге жұмсайды. Сапалы экосөмкенің бағасы 2 мың немесе 3 мың теңге. Сонда аптасына кеткен ақшаны 2 айда ақтап шығады. Бизнеске арналған экономика. Төмен бағамен экосөмкенің тігілгеннің өзінде көп мөлшерде тігілсе және оны жарықтағы нарықтық бағамен сату арқылы жоғары пайдаға қол жеткізуге болады. Корпоративті тапсырмалар негізгі табыс көзі болып табылады. Сонымен нәтиже мен қорытындыға келдік. Күтілетін нәтижелер жобаны толық іске асыру келесі нәтижелерге алып келеді. Ең біріншіден қалдықтарды азайту. Сонымен қатар нарыққа шығарылған 10 мың экосөмке кем дегенде 3 миллион бір реттік пакеттің полигонға түсуін болдырмайды. Сонымен қатар брендтің монополияға қарсы құндылығы, жобаның экологиялық таза имиджі оны бәсекелестерден ерекшелендіріп, нарықта тұрақты орын алуға мүмкіндік береді. Келесі, жаңа жұмыс орындары, тігін цехы мен маркетинг бөлімінде жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтуға болады. Және де ең бастысы еліміздің экологиясына ғана емес, экономикасына да үлкен үлесін алып келеді. Пластик адам өмірін жеңілдеткенімен табиғатқа деген зияны өте көп. Біз жас ұрпақ осы мәселені шешуге қазірден бастап тырысуымыз керек. Біздің мектеп таза болашақ үшін. Эколайф жобасы бұл Қазақстан үшін
үшін өзекті болып табылатын экологиялық мәселені шешуге бағытталған ғылыми негізделген және экономикалық тұрғыда тиімді инновациялық шешім. Экосөмке өндірісі арқылы біз тұтынушыларға таңдау құқығын ғана емес, сонымен қатар өз болашағына жауапкершілікпен қарауға мүмкіндік ұсынамыз. Бұл жоба болашақтың жасыл экономикасына қосқан құнды үлесі. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде социальный эксперимент. Дүкеннен шыққан әр адамға өзіміздің экосөмкемізді ұсынғымыз келеді. Кешіріңіз, сәлеметсіз, сізде болады ма? Біз мектепте социальный эксперимент сүруге келдік. Осы пакеттердің орнына өзіміздің осы қолдан тігілген экосөмкені пайдалансаңыз, оның зияндарын білесіз бе? Ол дейтін табиғат пен суды улап, шірімей жатып, адамдардың ағзасына да еніп жатыр. Сол себепті біздің осы экосөмкемізді қолдансаңыз. Келесі жолы дүкенге келерде осы экосөмкені қолданыңыз. Рахмет. Кешіріңіз. Кешіріңіз болады ма? Сіз бұл пакеттердің зиянын білесіз бе? Жоқ. Бұл пакеттер біздің еліміздегі барлық суларды ластап жатыр. Сонымен қатар адам ағзасына түсіп, үлкен адамдарға қауіп төндіріп жатыр. Сондықтан да біз мектепте өзіміздің шөгерімізді сыныпқа ұсынғымыз келіп отыр. Міне осылай салып алып, ішіндегі пакеттерді сосын өзіңіз көзіңіз. Рахмет. Сау болыңыз.